Meslerim oxuşlar, bugünkü sağımızda biz for cycle'larda if, break және continue деген тақырыпты көреміз. Aldığımız sağımızda biz қарапайым for I in range'ді көрген едік. Бұл жерде 21 санымыз бастауыш сан, екінші санымыз аяқталатын сан, үшінші санымыз болса көбейетін еді. Ondan кейін біз төменіне print жақшаның ішіне I деп жазған едік. Сохранить етіп жүргізген кезімізде көргеніңізде бізге деген 0-дан бастап ta деген 9-ға дейін. Onu қоспайды, есіңізде болса, тек қана 9-ға дейін шығарып берген еді. Енді оқушылар, forмен бірге сіз if'ті қолданасыңыз. If'тің ішінде for'ды, for'дың ішінде if'ті қолдана аласыңыз оқушылар. Бүгін біз for'дың ішінде if қолданудың қалай екендігін көреміз. Ең біріншісі оқушылар, мысалы бізге деген 0-дан 9-ға дейін сандар берілген болса, біз бір шарт қояйық мысалы. Bir нәрсе болған кезде соны жаздырсын. Бұл шартымызда мынандай болсын. Егер біздің санымыз 2-ге бөлінген кезде қалмаса, 2-ге бөлінген кезде қалдығы 0 болса, яғни қалмаса, онда бізге I'ды жаздырсын дейік. I'ды жаздырсын дейік. Бұл, яғни, егер біздің деген осы аралықта сан жаздырғанда 2-ге бөлінгенде қалдық 0-ға тең болса, онда деген I'ды жазады, басқа түрлі жазбайды. Бұны баста сақтайық, онан кейін жүргіземіз. Көргеніңіздей төменде жүрілген сияқты 0, 2, 4, 6, 8 ғана жазылды. Bundan басқа бір сан шықпады, яғни 1, 3, 5, 7 шықпады. Оқушылар, бұл жердегі нәрсе жалпы деген өзіңізде білесіздер. Жұп сандарды шығарды. Жалпы, мұнау шартымыз біздің жұп сандарды білу үшін шарттардан бірі еді. Bunu дәл бұна жердегіні ауыстырып, мысалы, тәк сандарға да шығарсаңыз болады. Бірақ дейін, бұл өте оңай шарт. Сіз бұндан да қиын шарттармен жұмыс жасасаңыз болады. Мысалы, тек қана i мысалы 5-тен үлкен сандарды берсін деп те айтсаңыз болады. Сақтаймыз, жүргіземіз. Көргеніңізде енді деген тек қана 6, 7, 8, 9 берді. Яғни 0, 1, 2, 3, 4, 5 кетті. Немесе 5'ten kişi standardı жаздырсын деп берсеңізде болады. Ол кезде 0, 1, 2, 3, 4 дегенді берді. Ал ondan жоғарыдағы сандардың ешбіреуіне бізге жаздырмады. Енді оқушылар, бұл жерде көретін нәрселерімізден екіншісі break дегеніміз. Break дегеніміз оқушылар біздің деген циклымызды тоқтатады. Егер біздің бір шартымыз дұрыс болған кезде бұл циклымызды тоқтатып тастайды. Мысалы, егер i'miz біздің деген 5-ге тең болған кезінде циклымыз тоқтасын дейтін болсақ, if'тің төменіне біз оқушылар break деп жазамыз. Break деп жазамыз. Енді деген print'ті бір қосып көрейік. Print I деп жазып көрейік. Print I деп жазып көрейік. Бізді оқушылар 0-дан бастайды, 5-ге келгенде тоқтайды. Сақтаймыз, жүргіземіз. Көргеніңіздей 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ге келді, тоқтады. Яғни 6, 7, 8, 9, 10. Олар оқушылар for loop'пен жұмыс жасамады. Бұл жерде оқушылар маңызды бір нәрсе. Мен ең алғашқы кодымда, бұнан алғашқы кодымда оқушылар мынандай деп жазған кезінде, яғни деген кіші болған кезінде, бұл шартым бізге деген тағы деген 5-ке дейін шығарып берсе де оқушылар 5-ке дейін шығарып берсе де 6, 7, 8, 9, 10 жұмыс жасап тұрады. Бірақ мен break қолданған кезінде жұмыс жасауды түгел тоқтатады. Біз мына жерде екеу бір нәрсе болды дей көрінсе де жалпы break циклды түгел тоқтатады. Енді біз бұны көрдік, бұл кодтан қалай жасайтынını. Енді оқушылар, біз print i'ді мысалы if'тен алды емес, if'тен кейін қойсақ қандай болады екен? Қазір біз жұмыс жасатқан кезде көргеніңізде 5-ге дейін шығарып тұр. Ал print
Aydı bu yerden alıp if'tin tömenine koyaq. Saxtayımız, жүрgüzemiz. Oxuşlar bu yerdə görgenizi 4-ge deyin, yani 4'tü körsetdi. Joğardağı siyahlı 5'ti körsetmedi. Negi? 5'ge kelgen kezinde toxta dedi. Yani i bu yerdə 5'ge mına yerge öt almadı. Onun üçün 5'ge keldi, toxtadı. Yani break bizde bir şart dürüst bolan kezde siklımızda toxtatuğa jaraydı. Bizim songa degen continue degen tағы bir funksiyamız var. Bu funksiya oxuşlar bir şart dürüst bolan kezinde de jasaq getүүge mümkündük beredi. Continue degen жалпы жалғасса деген мағынаға келеді. Мысалы, i'miz 5'ge тең bolan kezinde continue деп жазсақ, continue деп жазсақ oxuşlar сақтаймыз, жүргіземіз. Endi oxuşlar көріп тұрғаныңыздай результаттарда 0'dan бастады біздің деген nemiz. 0'dan басталды. 0, 1, 2, 3, 4, 5 çok görgenizde 6, 7, 8, 9 deptir. Al misalı bu yerdə şartımızda kişkeni özgertip görək. Misalı i'miz bizden 3'ge bölüngen kezinde 3'ge bölüngen kezinde kaldığı 0'a teң bolsa, saxtayımız, жүрgüzemiz. Onda görgenizde oxuşlar 3'ge bölünетін bарлық sanlar mına yerden joğaldı. Yani ol sandar bolan kezinde ol sandarda atlap ketedi. Yani continue sol mağına keledi. O şart dürüst bolsa, i'ge o şart dürüst bolan kezinde sen jene de жалғасса деген mağına keledi. If şartlar men birge қолдануға көмек etedi. If'tin içinde break қолданған kezimizde oxuşlar, eğer ol şartımız dürüst bolan kezinde bizden siklimiz toxtaydı. If'tin içinde continue қолданса oxuşlar, bir şart dürüst bolan kezinde bizden bergen şartımız dürüst bolan kezinde tağı da if'de nemesi for cycle'da жалғастыруға kömek etedi. Bugün savamız osılay oxuşlar. Түсінбеген жеріңіз бар болса, төменге жазып қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.